Сіздің арғы тегіңіз кім? Қалмақ, жоңғар, тіпті эпоста Қызылбасқа қаншалықты қатысыңыз болуы мүмкін. Жер мен көк жаралғалы, қазақ болғалы кіммен қыз алыспады? Өзін қазақ санайтын бүгінгі ұрпаққа өзге жұрттың қаны араласқан жоқ па? Кім білет? Археологтармен бірлесе отырып, генетиктер көне сүйектерден ДНК айырып, әртүрлі заманға олардың генетикалық варианттарын анықтап, солармен салыстырып, мысалға ақпарат беруге болады. Бізге тапсырған адамдар, мысалға толық Y хромосомаға, олар мысалы салыстыра келіп, мысалға көне Ирандағы варианттармен ұқсастығын көрсетті кейбір адамдар. Дәл осындай өз биоматериалын өткізген адамның генетикалық ақпараттары ботай қонысынан табылған көне сүйектен алынған генетикалық ақпараттармен сәйкес келген. Мұндай зерттеулер тек тарихты білу ғана емес, бұл күнде елге келмек болған қандастарымызға да зор мүмкіндік дейді тарихшы Жақсылық Сәбитов. Если возьмем наших қандастар из Ирана, Афганистана, Иран, Ауғанстан, Пәкістандағы қандастарымызға қарайтын болсақ, оларда құжат жоқ, яғни қазақ екендігін дәлелдей алмайды. Бірақ бұны тексеру керек, себебі Ауғанстанда тұруды ешкім қалай қоймас, ал елге келу оңай болса, бәрі қазақпыз деп те шығабат. Сондықтан да осы тұста генетика олардың сөзі қаншалықты рас екенін анықтауға көмектесе алады. Ал шешімді басқа да мәселелер бойынша қадағалайтын басшылықтар шеше алады. 2000 жылдардан бастап әлемде кеңінен таралған генетикалық зерттеулер біздің елде тың жаңалықтар ашып жатыр. Бүгінде генетиктер мен тарихшылар бірлесіп, тарих бетіндегі архив аша алмаған сырларды ақтарып келеді. Оның бірі ДНК тапсыру арқылы ата текті. Ата бабаңыздың қайдан келгенін, біздің заманымызға дейінгі қайта бауы қаншалықты қатысыңыз бар екенін анықтау. Прикладной инструмент, который касается... Бұл генеалогиялық деректерді зерттеуге қатысты қолданбалы құрал. Мысалы, біздің елде көптеген хандықтар, тайпалар, рулар болды. Ал генетика осының қайсысы шындық, қайсысы өтірік екенін анықтай алады. Әсіресе қазақтардың шежіре институтына көмегі мол. Генетика бұл институттың қаншалықты шынайы екенін, сондай-ақ генеалогиялық және генетикалық жастарының сәйкестігін анықтайды. Өз тегін, руын білмейтін адамдар да осы ДНК тапсыру арқылы анықтай алады. Тіпті шетелдіктер асырап алған балалар да осы арқылы өз туысқандарын тапқан. Әр рудың өзінің қалыптасуы өте тарихи жағынан қарайтын болсақ, күрделі. Сондықтан да мысалға шежіреге қарайтын болсақ, барлығы өздерін бір рудың өкілдері бір атадан тараймыз дейді. Бірақ оны зерттей келе, біз олардың толық 100% бір атадан тарайтын көрмедік Y хромосом бойынша. 70-80% арасында да бір атадан тарайды, ал қалғандары олар осы рудың қалыптасуы барысында кірме болуы мүмкін. Яғни ДНК 100% адамның қай руға жататынын айта алмаса да, оның генетикалық тұрғыда қандай Y хромосомасымен ұқсайтынын айта алады. Солай өз туысқандарыңызды анықтай аласыз. 100% ДНК арқылы руды айтуға болмайды. Бірақ оның рулармен туыстығын айтуға болады. Ортақ атасын кім болған және қашан өмір сүргенін анықтауға болады. Қазір өмір сүріп жатқан басқа халықтармен салыстыра келіп, пайыздық мөлшерде мысалға өңірлерді көрсетеді. Мысалға 80% мысалға сіз орталық азиялық, 10% сізде мысалға шығыс азиялық, 10% мысалға европалықтармен кезінде бұрын ортақ ата-бабалардан қалған генетикалық варианттар бар екенін көрсетеді. Мұның тарихпен байланысының тағы бір ерекшелігі өзіңізде қандай тайпаның генетикалық биоматериалы бар екенін біле аласыз. Ондай зерттеулердің елде бірнешеуі жүргізілген. ДНК біздің шығу тегіміздің ықтимал популяциясын 70%-ға дейін анықтай алады. Бұл тұста шежіре мен генетикада 70-80% сәйкестік көрсеткен. Зарина Капқанат Махмутов, 24 KZ.